Ораза айт намазын оқу ер адамдар үшін уәжіп, ал әйел адамдар үшін міндетті емес. Жалпы ораза айт намазын былай оқиды. Бірінші, имам және жамағат іштей Алла ризалығы үшін ораза айт намазын оқуға деп ниет етеді. Имам бастап, жамағат қостап, бірінші ефтитах тәкбірін алады. Аллаху акбар. Осы жерде қол байланады. Осы жерде имам да, жамағат та іштей субхана, яғни сәна дұғасын оқиды. Сәна дұғасын оқып болғаннан кейін 3 рет Аллаху акбар деп имам да, жамағаттар да тәкбір алады. Имам дауыстап, жамағаттар іштен. Әр рет тәкбір алған кезде қол жанымызға жіберіледі. 3-ші тәкбірден кейін Аллаху акбар деп 3-ші тәкбірді алған соң қолымызды байлаймыз. Имам дауыстап осы жерде Фатиха сүресін және қосымша сүре оқиды, жамағат еш нәрсе оқымайды. Одан кейін рүку сәжде жасаймыз. 2-ші ракатқа тұрған кезде имам Фатиха сүресімен және қосымша сүрені оқиды. Жамағат тыңдайды. Қосымша сүрені оқып болған соң 3 рет имам бастап, жамағат қостап, имам дауыстап, жамағат іштей тәкбір алады. Әр рет тәкбір алған кезде Аллаху акбар дейміз және қолымызды жанымызға жібереміз. 4-ші тәкбірде Аллаху акбар деп рүкуге кетеміз. Арғарата рүку сәжде жасап, ат-тахият дұғасын оқып, салауатты оқып, оңымыз бен солымызға сәлем беріп, айт намазын аяқтаймыз. Айт намазынан кейін имам минбарға шығып құтпа оқиды, жамағат оны тыңдайды. Одан кейін дұға жасалып, айт намазы осылай аяқтайды. Алла тағала баршамыздың оқитын айт намазымызды қабыл қылсын.